Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз горох пюресін жасаймыз. Ол үшін бізге кәдімгідегідей горох керек. Мына горохты мен жаңа шикі горохты алдым, 2 стакан. Оны салқын сумен әбден жуып алдым, 4-5 қайтара. Мына жерде бізде 2 стакан горох бар. Енді бұл горохты біз ешқандай бөктірген жоқпыз, түнімен су құйып үстіне, жаңа ғана осы алған шикі горохы. Енді бұл горохты тез пісірудің жолын көрсетейін мен сіздерге. Жаңағы жуылған горохты мен қазаныма салдым. Оның үстіне қасықтың ұшымен ғана ас содасын қосамыз, кішкене ғана. Сіз қорықпаңыздар, бұл горох дайын болғанда бұл ас содасының дәмі білінбейді. Енді осы горохымыздың үстіне біз салқын су құямыз. Горох әбден суға батып тұру керек. Қазір осы горохты біз енді қайнатамыз. Ыстық су құйған жоқ, мен салқын су құйдым. Және байқасаңыздар, горохқа тұз қосқаным жоқ. Егер мен қазір тұз қоссам, онда горох қайнап қатты ащы болып кетеді. Горохтың дәмі, тұзды біз соңында қосамыз. Мінеки, менің горохым қайнады. Оның бетінде мынадай ақ көбіктер пайда болды. Мен горохтың астын басып қойдым. Осылай жайлап қайнап тұру керек, тарсылдамай. Бір қайнап кеткеннен кейін астын басамыз. Және осы көбіктерді алып тастап, енді алып тастаймыз. Одан кейін қақпағын жауып, дайын болғанша қайнатамыз. Тұз қоспаймыз. Егер горохтың суы азайып бара жатса, онда оған су құйып тұруға болады. Салқын су құйып қарап тұруға болады. Міне көріп отырғандарыңыздай, менің горохым пісіп қалды. Оны асты жабысып қалмас үшін осылай араластырып тұрамыз. Мен 4 рет оның үстіне салқын судан құйып тұрдым. Су сақылғанда. Енді қазір пісуге 1-2 минут қалғанда, міне уже пісіп тұр. Біз осы горохқа жарты ас қасық, мен салам, жарты ас қасық тұз салып араластырып жіберем. Пісуге жақын қалғанда. Енді оны тұзды сіздер өздеріңіз қарайсыздар. Біреу көп тұз салған жақсы көреді, біреу аздап салған жақсы көреді. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Менің горохым пісті. Енді осы горохты біз езуіміз қажет. Езіп жатқанда май қоссаңыздар болады, бірақ мен көбіне май қоспаймын. Блендерларыңыз болса, блендерда езуге болады. Енді менде блендер жоқ, сол себепті мен оқтаумен еземін. Мінеки менің горохтан жасалған пюрем дайын болды. Бұл жерде енді қатып қалған уақыт жоқ бізде. 20 минутта піседі, 1 сағатта піседі деген. Менің горохым мысалы үшін 1 сағатта дайын болды. Кейбір горохтар бар, 1,5 сағатта дайын болады кейбір адамдарда. Бұл горохтың сортына байланысты. Кішкене тұрып қалған горохтар болса, олар ұзағырақ піседі. Сапалылар тез пісуі мүмкін. Енді осылайша арасында сіздер горох пісіріп тұрсаңыздар болады. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.